бүгін сіздермен бірге мохито дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар: сарыағаш, сироп 2 түрлі, клубника, черешня, мята, яғни жалбыз, лимон және тараз керек болатын болады. Қалай дайындау керектігін қазір мен сіздерге көрсетемін. Перчаткамызды қолымызға киіп, бір лимонымызды жұқалап тураймыз. Туралған бір лимонды 2 графинге бөліп саламыз. Үстіне жалбызды саламыз. Бір графинімізге клубника мен черешняны саламыз. Жақсылап үлкен қасықпен еземіз. Лимонның суы шыққанша, клубника мен черешня езілгенше әбден еземіз. Екінші графиндегі лимон мен жалбызды да еземіз. Лимонның суы шығу керек. Таразға қойып, үстіне 150 грамм сироп қоямыз. Екінші графинімізге морстың сиропын қоямыз. 172 грамм болып кетті, ештеңе етпейді. Оның үстіне 1 литр сарыағаш құямыз. Қасықпен жақсылап араластырамыз. Мінекей, сиропымыз дайын. Жаздың күні өте керемет болады. Салқындатып ішіңіздер. Және де каналға лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.